Ішектегі паразиттер жұбы жағымсыз және тіпті қауіпті құбылыс. Адам ағзасына паразиттердің енуі үшін оған күш салудың қажеті жоқ. Жуылмаған жемістерді, ластанған тағамдарды жеу, жұмыртқалар мен шаңды жұту жеткілікті. Ішек құрттардың ең көп тараған түрлері домалақ құрттар, острицалар, қамшы құрттары, таспа құрттар. Адамның ішек паразиттерінің негізгі түрлері гельминттер болып табылады. Кейбір бактериялар мен вирустарда паразиттер болуы мүмкін. Паразиттер қан арқылы бүкіл денеге тасымалданатын токсиндерді шығарады. Олар ұлпа шырындарымен, қанмен және қоректік заттармен қоректенеді. Ішектерде бұл әртүрлі бұзылуларға әкелуі мүмкін. Паразиттер ұйқы безіне, асқазан қуығына, бауырға ене алады. Паразиттерден тазарту әдістері. Паразиттерден тазарту әдістеріне көшпес бұрын, көрермендердің 81%-ы біздің арнаны жазылусыз қарайтынын атап өткім келеді. Каналға жазылмай, бірақ көріп жүрген жандардан команда жұмысына қолдау көрсетулерін сұраймын. Каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Алдын ала рахмет. Ішектегі құрттар емделеді және бастапқы кезеңде емдеу жеңіл жүреді. Сонымен қатар, ол көптеген аурулардың даму ықтималдығын және бар аурулардың асқынуын азайтады. Денені паразиттерден тазарту үшін дәлелденген дәстүрлі медицина қолайлы. Анар қабығы. Дәрілік тұнбаны дайындау үшін 50 грамм құрғақ анар қабығын және 400 мл суды алу керек. Анар қабығын кем дегенде 6 сағат бойы суға салып қойыңыз. Ең тиімдісі түнге қалдырыңыз. Содан кейін отқа қойып қайнатыңыз және сұйықтықтың жалпы мөлшерінің жартысы буланғанша баяу қайнатыңыз. Қалған дайын тұнбаны сүзгіден өткізіп, 1 сағат бойы толығымен тұтылуы керек. Аш қарынға қабылдау тиімдірек болады. Тұнбаны ішкеннен кейін 3 сағат бойы кез келген тағам мен сұйықтықты қабылдаудан бас тарту керек. Содан кейін іш жүргізетін дәріні ішіңіз, немесе тазартатын клизманы қойыңыз. Өйткені өлген паразиттердің адам ағзасына уытты әсер ету қаупі бар. Сондай-ақ көптеген адамдар үшін анар қабығына негізделген өнімдердің дәмі жағымсыз болып көрінеді. Оның шешімі қарапайым. 1 қасық балмен тәттілеуге болады. Аскөк тұқымдары. Аскөк тұқымдары ағзаны әртүрлі паразиттерден тиімді тазартуға және токсиндерді кетіруге қабілетті. Мұны істеу үшін тамақтанғаннан соң бірнеше сағаттан кейін осы өсімдіктен 1 қасық ұсақталған және тұтас тұқымын жеу керек. Дәмін жақсарту үшін оларды табиғи балмен араластыруға болады. Оны қабылдағаннан кейін 3 сағаттан кейін 2 ас қасық кастур майын ішу керек. Қалампыр гүл. Қалампыр паразиттерге грек жаңғағы сияқты әсер етеді. Мәселе мынада. Оның құрамында эвгенол бар. Бұл ретте оның мұндағы шоғырлануы шамамен 85%-ды құрайды. Ағзаны паразиттерден тазарту үшін сізге 1 стакан қайнаған суға 5 грамм құрғақ қалампыр ұнтағын салып 1 минут қайнатыңыз. Сіз жаңадан дайындалған қайнатпаны ғана алыңыз. Өйткені эфир майлары уақыт өте келе одан ұшып кетеді. 1 шай қасықтан күніне 3 рет тамақтанудан 20 минут бұрын қабылдаңыз. Зығыр тұқымдары. Зығыр тұқымдарының қайнатпасы ішектерді тазартуға, микрофлораны қалпына келтіруге және шырышты қабықтың қабынуын жеңілдетуге көмектесетін қауіпсіз әмбебап құрал болып саналады. Оны дайындау үшін сіз 1 шай қасық тұқымды 1 стакан қайнаған суға салыңыз. Баяу отта 5 минут қайнатыңыз. Содан кейін дайын өнімді салқындатып 3 бөлікке бөліңіз. Оның 2-і ұйықтар алдында, қалған сусын таңертең таңғы ас алдында қабылдануы керек. Терапия курсы 1 апта. Қызыл бұрыш. Ащы бұрыш кез келген паразит үшін қауіпті. Ол тітіркендіргіш әсерге ие және паразиттік аурулардың дамуын тоқтатады. Бірақ оны қолданар алдында қарсы көрсетімдер жоқ екеніне көз жеткізу керек. Гастрит, жаралар және асқазан ішек жолдарының басқа аурулары болмауы керек. Асқабақ тұқымдары. Асқабақ тұқымдары кукурубитиннің арқасында денеден паразиттерді кетіруге көмектеседі. Зат құрттың денесін парализовать етіп, оны ішектің қабырғаларына бекіту қабілетінен айырады. 300 грамм ашылған асқабақ тұқымын ұнтақтап, сумен немесе табиғи балмен бір қатынаста араластыру керек. Қоспаны таңертең аш қарынға 3 сағат бойы кішкене жұтыммен ішу керек. Тамақтан бас тартыңыз. Содан кейін іш жүргізетін дәрі ішіңіз. Сарымсақ. Сарымсақтың құрамында фитоценттердің көп мөлшері бар. Бұл өсімдіктер патогенді микроорганизмдерден қорғану үшін қолданатын заттардың атауы. Фитонциттер
паразиттерді өлтіруге қабілетті. Емдеу үшін сарымсақтың шырынын қолдануға болады. Оны күніне 3 рет ішу керек. Дозаны 15 мл дейін біртіндеп арттыра отырып, 5 тамшыдан бастау ұсынылады. Немесе сарымсақты кәмпит ретінде жарты сағат сорса да болады. Жусан. Бұл өсімдіктің құрамына фитоценттер де кіреді. Бұл жусанның паразиттермен күресуде өте тиімді екенін білдіреді. Емдеу үшін сізге 100 мл алкоголь тұнбасын дайындау керек. Сізге біраз қасық ұсақталған құрғақ шикізат қажет. 2 аптаға тұндырыңыз. Дайын тұнбаны күніне 3 рет тамақтанудан жарты сағат бұрын қолданыңыз. Ұсынылатын доза 20 тамшы. Грек жаңғағы. Жаңғақ тұнбасын дербес дайындауға немесе дүкенде дайын сатып алуға болады. Дайындау үшін жарты литр алкогольмен араласқан 4 ас қасық туралған жаңғақтарды алу керек. 21 күн тұндырып қойыңыз. Мезгіл-мезгіл тұнбаны шайқап тұрыңыз. Оны қараңғы салқын жерде сақтаңыз, бірақ тоңазытқышта емес. Содан кейін тұнбаны сүзіп, күніне 3 рет 2 ас қасықтан қабылдау керек. Емдеу курсы 1 аптаға созылады. Дозалар арасында ішкізетін дәріні қолдану ұсынылады. Тұнбаны құрттарды емдеу үшін ғана емес, олардың пайда болуының алдын алу үшін де қолдануға болады. Пияз. Орташа мөлшердегі пиязды кесіңіз. 1 стакан қайнаған суға құйыңыз. 12 сағат бойы тұндыруға қалдырыңыз. Пияз тұнбасын сүзіп, жартысын ішіңіз. Емдеу курсы 3-4 күн. Қара зере тұқымы. 1 шай қасық ұнтақталған қара зере. 3 орташа түйір сарымсақ. 1 шай қасық зәйтүн майы. Ямайка бұрышының 1 бөлігін және аршылған 10 асқабақ тұқымын алыңыз. Барлық ингредиенттерді мұқият ұнтақтаңыз. 1 контейнерде араластырыңыз. Таңертең аскөк немесе кастырдың аздап қайнатпасын ішкен жөн. Түймешетен. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық пижмы гүлшоғырын салыңыз. Контейнерді қақпақпен жабыңыз және оны 1 сағат қайнатыңыз. Композициядан кейін дәке арқылы сүзіп салқындатуға болады. Дайын өнім күніне бірнеше рет тамақтанар алдында 4 ас қасықтан қабылданады. Мандариндер. Ангельментик ретінде күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын 1 стакан жана сығылған мандарин шырынын ішуге болады. Емдеу 3 күн бойы жүргізіледі. Ұйықтар алдында денеден құрттарды кетіру үшін жүргізетін дәрілерді қабылдау қажет. Қара шалғам. Паразиттерден құтылу үшін олардың ішек қабырғаларында орнығуына жол бермеу үшін дәстүрлі медицина бұл көкөністі пайдалануды ұсынады. Оны жуу, тазалау, блендермен немесе үккіштен өткізу керек. Содан кейін туралған шалғам тең пропорцияда балмен біріктірілуі керек. Аш қарынға қабылдаңыз. 1 реттік доза 1 ас қасық. Айта кету керек, шалғамның іш жүргізетін әсері бар. Осымен бейне аяқталды. Арнадан көкөністер мен жемістердің пайдасы мен зияны, сондай-ақ аурулар мен оларды емдеу жолдары туралы көптеген қызықты бейнелер таба аласыз. Сондықтан каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видеоны ұнатып, отбасыңызбен және достарыңызбен бөліссеңіз, біздің командада риза болады. Сізбен бірге болған Дертке ем арнасы. Келесі кездескенше.